Сәлеметсіздер ме әріптестер, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін көрнекіліктің 4-ші сабағы әріптерге әдемі фон қою. Міне осындай әдемі фонды қалай қою керектігін қазір сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп алыңыз, себебі жасанды интеллектке қатысты көрнекіліктердің тегін курсы барлығы осы YouTube арнама салынатын болады. Енді осындай әдемі фонды жазу үшін бізге PowerPoint бағдарламасы қажет. Алдында бір әріптесіміз сұрапты, қалай пустой слайдты создать етеді деп. Міне мына тұрған батырманы басамыз, создать слайд, пустой слайд деген батырманы басқанда бізге міне бос шаблон шығатын болады. Енді біз вставкаға кіреміз, надпись бөлімін таңдаймыз, кез келген жазу жазамыз. Шрифтің барлығын өзгертіп әдемі етіп аламыз, көлемін барлығын үлкейтеміз. Енді өздеріңіз бір сурет таңдап алуларыңыз керек. Неден Pixart'тан немесе интернеттен жүктеп алуларыңыз қажет. Мен мысалы осы нені оюды алғым келіп отыр, копировать деген батырманы басамыз. Енді мынау наурыз сөзін белгілеп аламыз. Мышканың оң жағындағы параметры анимации деген батырманы басамыз. Ең бірінші мынау заливка контур тексті дегенге кіреміз. Және рисунок или текстура деген батырманы басамыз. Буфер обмена. Міне, буфер обмена бізде мынау жаңағы таңдаған оюымыз. Көрінбейді, басқа әдемі бір ою таңдаймыз. Ою немесе бір фон таңдауға болады. Мысалы, казахский орнамент фон деп көрейін. Әдемі болып көріну үшін. Копировать деген басамыз. Міне бізде рисунок или текстураны басқанда автоматты түрде таңдалған фотомыз осылай жазылды наурыз сөзіне. Немесе сіздерде автоматты түрде қойылмаса, буфер обмена деген батырманы басасыздар. Енді наурыз деген сөздің біз формат бөліміне кіріп, мынау батырманы басамыз, контур тексті. И мына жерде қалыңдығын кішкене үлкейтеміз. Сонда анығырақ көрінетін болады бізге. Мысалы осындай өте жоғары талшығына қоямыз. Қайтадан кіріп, түсін ауыстырамыз. Көк, қызыл, ақ өзіңіз сәйкесінше бір түс таңдап аласыз. Қайсы түс келеді, үйлеседі. Енді сіздер бұл жерде кез келген фон таңдайсыздар, өздеріңізге ұнайтын. Мен мысал ретінде сіздерге көрсетіп жатырмын. Мысалы осылай наурыз деп жаздым. Міне. Кез келген ғарыш күніне немесе бейбітшілік күніне осылай мәтінді, яғни текстті просто жазғаннан көрі осылай әсемдеп жаңағы фон қойып жасасаңыз өте әдемі көрінетін болады. Міне бүгінгі сабағымыз әріпке фон қою сабағы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазуларыңызға болады. Баршаңызға сәттілік, тіркелуді ұмытпаңыз.